Alo? Сәпөк келдім ғой мен қалаға. Ажар деген магазин жанында тұрмын. Қайнаш братан қалада. Андасы мана домофонды ашып жібер, жаңа кілт қақпай. Орыс қатын екенсің, мал. Қалай саған? Қалай, ташақ. Пошел да, пошел. Куга орыстардың жылап қой бір білу. Жылап отыр ғой. Ана бір источник Василий деген біреуге барған. 2 тысяч дейді. Қойшы деді. Ауылдағы источник сәпөк жақсы ғой да. Bir шишаға істей бер. Братан, мына мусорға тастағандарың не? Жарамайды ғой. Мынаны жарамат дегенде ауылда баняғы жағы жүруге болады. Інім, мына 20 жылдықтар сап берді ма? Жоқ, акимат салды, акимат. Әр дворда бар осындай. Қойш. Бізде ауылда 20 жылдықтар салады ғой бұндай. Сәмпөк ма, қалаларың ұнамады ма, жақпады. Сендерде бәрі бар ғой, интернет бар, жаңа көшелерінде жарық бар. Ауылда да бар ғой. Біздің Сызған деген ауыл, Қаратаудың баурайы. Табиғат міне. Табиғат болған жаңа интернет бар шығар. Табиғатын айтып отыр ғой, міне, зор. Әкімдер не қарап отыр? Сол таза ауаның бастығы ғой. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз, андан соң инвестор катары акча салыңыз. 24 саат 7 күндө кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпжөнөкөй. Uzbek ağaylar. Dadansı, nima deysan? Stroq yaşap geldi, pul doğru kaydı. Pulunu alıp geldim. Tam salamız. 18. tamamız. Tam sala veremiz. Sala veremiz. Tırtaklanı şansı kimge sala Sala veremiz. Kimge? Daha ne işim gerek oladı? Kimge? Warstar. Дорогой, Ау. зарплату получил? Да, зарплату, отпускной все получил. Будем отдыхать. И у меня есть тебе небольшой подарок. Какой? В этой неделе будем на Мальдивах. Казахстан. Оля, жупарды естің ба? Коронавирус болып қалған ғой. Анда мында жыбырлап үйінде отпай деп той томалақтан жұққан ғана ше. Bak ben geldim. Otursa evde kahvrasın. Қаяқа, кім жіберді сені? Шығып кел, жоқтық білесің, ақ білесің. Адам өзі дәріге ақшалап қойытқан кезде айналай отыра ғой үйде ішке балдарды қоя қой айналайын. Білемін ғой сендер бірге сендердің 12-де бірақ келесіңдер. Koşuyor. Айтып жатыр. Жап çaldım yok. Мен ауылға барғанда. Ну, здравствуй, ауыл. Ош. Қатын күтіп алайын, қыстеке балаң келді. Бала, не анау шашыңа аттың жалын ұқсап? Өлі мына көрші Айгүл бар емес па? Сол зымиян қатынан сөз естіп жүрмін ғой мендегі. Сенің балаңнан голубцы болып кеткен дей маған. Или голубой деді ма, бір бәле деді әйтеуір білмеймін. Братан, не мына шаш? Біздің қасында Динараң жарық ұқсап тұр ғой. Оның дейсіз қойдың жені ұқсап тұрады ғой. Кетші. Немене бәле шашыңды? Қатын құсап өсіріп алғансың. ЛГБТ-сың ба, голубойсың ба, или ана 91-сың ба, немене білесің? Братан, шаш жайлы не білесің? Шашқа түбегейлі қарсы болсаң, бұрында ата-бабаларымыз дәл осы шашпен соғысқа шыққан. Тем более мен мамандығым театральный актерство, кинода ойнаймын. Бала кездегі арман емес па саған айтатын едім ғой. Или сен оған қарсысың ба? Ойбай, жоқ, інім. Баса бер алда. Шашың әп-әдемі болып, өзіңе кәдімгі жарасып тұр, молодец. Нормально ма? Әдемі болып тұр кәдімгі. Все, братан, давай. Все, давай. Offline оқимыз ба не? Кайф қой да. Ертең универге барсаңдар фотораштарын жинап, қайтадан система басталатын шығар, Қайда система? Өздері көрмеген система. Бізге көрсетпейтін шығар. Өздері енді келіп жатыр. Ертең универге барамыз, первашы қайсысы, вторашы қайсысы білмейсің, шұбырып жүрейін деп тұр қой, Сөйтіп жүресіңдер. Қызық қой зар. Группаның қыздан фотодан ғана көргенбіз ғой. Әдемі ғой. Кеше барып көрсем, мынандай қыздар жүгіріп жүр ғой. Кішкентай, таң қалып қалдым. Прикинь. Былтырғыларға обал болды. Посвящение ештеңе көре алмады. Онлайн үйде жатты. Біз осы жыл түсіріп қатырдық. Бізге бюджет болып тұр ғой. Кураторымыз WhatsApp-тан жазады ғой. Ұрысқақ сияқты даусына. Кеше барсап қайда? Жұп-жуас тәртіп. Қуанып қалғансың, мамаға звондап айтып. Қалаң ішінде шығындалып таксимен жүрсем, бас дейтіндер оңай алып қой. Қалаң арғы басынан 40 теңгемен. Білмейсің ғой, кеше келіп ауылдан. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Халық жиналып тұр ма? Сізді күтіп тұр. Мен жоқ деші. Жоқ деші. Егерде мен әкім болсам, газдардың турбаларын әкендер деп айтмау мен сендерге. Свет орнарту керек, ауыл дамыту керек, жағдай деп жүріп қойы. Деп айтайын десем ақшаны жеп қойғанмын. Жалпы сіздердің ауылдарыңызға 20 миллион бөлінген болатын. 20 миллион бөлінді бізге. Ауылдың игілігі деп 2 миллионға теплица салдырды. 20 миллионның 2 миллионына мынау кеткен екен, қалған 18 миллион. Комиссия келеді, біріңе табу керек. Табу керек қой бізге. Бір идея бар әкім аға. Не идея бар? Ауыл тұрғындары сізге наразы. Ауылда свет жоқ. Свет жоқ дейді. Алып тастады шақырған. Қайт свет болады. Түсіндер ма? Болды. Ал сіздің жетілер ма? Алды. Бірінші жасын апару керек.
интернет жоқ, газ жоқ. Молодец, ертең мына баланы алдына шығарып қойыңдаршы, мына баланы. Ертең ана әкімге сөйтіп айтыңдар. Мен қалай шығардым, солай айтасыңдар ертең. Молодец. Сендер документті әлі тапсырмаңыздар ма не? Ой, очередь көп. Өзің істедің. Ой, мен ана жердегі охранникті 5 минутке темекішіге алып кеткен ғой. Қолына 5 мың теңгесін ұстап едім. Фырр ет кірді да, фырр ет шықты ғой. Сөйлеспейін ба? Қайта береміз ойын. Неге? Очередь вообще жылжып жатқан жоқ қой. Документ тапсырудың өзі қиындап кетті кәдімгідей. Қумаш братан, келген жаңа ғана ғой, не ғой? Алдында әлі 15 адам бар ғой, көрдің ба? Демек келесі жылы тапсыра салады. Жігіттер, мына жақта қыздар көп оқиды, факультеттің атқандай. Привет, қалайсың? Привет, жақсы өзің? Танысуға бола ма сізді? Болады. Ынтымақ. Дәме. Дәме? Қай жылғысың? 99, ал сен? 2003. 2003? Я 2003-пін, бірақ 2003 болғанымен понятием 99. Бәрі нормально болады. Понятие дейсің бе? Ал менің понятием. Қандай ал? Так что, балам, бар кет. Үлкен қыздар, неге осындайсың? Ой, ладно, пока. Мен көргенде жанар